сәлеметсіздер ме, құрметті YouTube сүйер көрермендер. Бүгін біз каналымызда қазақ еліне танымал қазақ актері Дәулет Өсербай туралы ақпарат беретін боламын. Ақпаратты тыңдамас бұрын каналыма тіркеліп кетсеңіздер. Дәулет Өсербай 1992 жылы 13 сәуірде Алматы облысы Нарынқол ауданы Көксай ауылында дүниеге келген. Дәулет бала күнінен спортқа құмар болған. Мақсаты қазақ елінің туын әлемдік деңгейдегі спорт додасында желбірету. Негізінен алғанда Дәулет тек қана актер емес, сонымен қатар спортшы, каскадер. Спорттан жекпе-жек жекпе-жек бойынша әлем чемпионы. Оның бала кездегі кумирі Ардақ Назаров, жекпе-жек бойынша әлемнің 3 дүркін чемпионы. Ал актер болу бала кездегі арманы. Бойы 172 см, салмағы 65 кг. Ол Көкжал телехикаясында Ербол рөлін сомдаса, Келінжан телехикаясында 3 ұлдың кенжесі Асқардың бейнесін сомдаған болатын. Оған танымалдылық алып келген Келінжан телехикаясы. Келінжан телехикаясынан Инстаграмына 7 мың, 8 мың оқырманға дейін жиналған болатын.